Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бұл менің бұқаларымның, бордақыда тұрған бұқаларымның жазғы және күзгі көрінісі. Бұл қазіргі көріп отқандарыңыз ұрғашы тайшалар. Бұлар күздікке соғымға жақсы нәтижеде өткіздік, Аллаға шүкір. Енді тағы бір айтып өтетін жағдай бар. Бірінші жыл бордақы қойдым, кішкене қателіктер болды. Көктемде бұқаларды алған кезде бордақыға дейінгі процедуралар жасау керек. Сондықтан көктемде бұқаны жайлауға жіберген кезде ивермекті егіп, витаминдарын егіп, жайлауға жіберсек, бордаққа кірер алдындағы нәтижесі өте тамаша болады. Енді менің өзім тоже бұларды сатып алдық көктем уақытында, сосын жайлауға жібердік. Бірақ бұл бұқалардың қайдан шыққанын, қайдан келгенін біз білмедік. Ендігі жағдай тағы да келесі жылы Аллах қаласа бұқалар алатын болсақ, сіздер де бұқалар алатын болсаңыздар, көктем уақытында закуп жасайсыздар ғой. Сол кезде бұқаларға ивермек егу керек. Бұлар тірі организм болғандықтан, бұлардың ішінде шек құрттары және тері асты оқалақ дейді ғой, сол құрттар болады. Соларды өлтіру мақсатында ивермек егеміз. Ивермек еккеннен кейін, бір аптадан кейін витаминдар саламыз. Элевит, сидемин витаминдарын салу керек. Бұлардың бойлары өседі, иттері толысыйды. Сондықтан шама келгенше бір ай сайын күзге дейін витамин егіп отыру керек. Сондықтан қораға өте жақсы нәтижемен кіреді. Өздеріңізге де ыңғайлы болады салмақ қосуларына. Мен де енді бірінші жыл осыларды кіргізгеннен кейін сәл қателіктер болды. Сол қателіктермен адам өзі қателікпен үйренеді ғой. Сондықтан келесі жолы Аллах қаласа осындай эксперименттер істеп көреміз деген ойдамын. Сондықтан бұқаларыңыз болса, көктем уақытында ивермек егіп, витаминдарын егіп, қораға жақсы нәтижеде кіргізулеріңізге сәттілік тілеймін. Алла тағала істеп жатқан кәсібімізге, бордақымызға Алла береке берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, Қазақстанымыз аман болсын. Осындай жақсы бордақы нәтижелерді көрсете берейік. Және де тағы бір айтып өтетін жағдай, ешқашан талмаңыздар. Алла тағала тәуекел етсеңіздер, ризық несібені беруші Алла. Сондықтан алға, әрдайым алға.